жан, бұл мысал құдіретіме сен ілгелі. Әннен соң өте бара орнатты жан, қимылдап қол аяғың керілгелі. 9 ай 10 күн тәмам біткен күні дүниеге ойлады әмір көрінгелі. Жалаңа жатқан жайда жерге түстік, ләп-бірләп ойлап ауас деміндегі. Ей анаңнан Алла тағлам берген қорек, айналтып қанын сүтке шеліндегі. Қуанып құрбандығың болып анаң, тазарту тәрбиеңнен ерінбеді. Атана дамыл таппай күндіз кеша үйреткен сөйлем ебін. Еріндегі ерін мені ең әуелі мама дедік, әннан соң тілмен сөйлеп ана дедік. Сұм нәпсі сол уақытында соңын ертіп, 3-ші басқан айтпай нәнә дедік. Сол кезде нәнәні айтпай басқан айтсақ, сабырдың сарайында қалар едік. Әуелде Алла түссе аузымызға, келешек шамшырақша жанар едік. Бұзылмай бұл қалыппен барсақ мақшар, жәннаттан жақсы жайды алар едік. Нан деген тіл сөзімен назып бағыл, дүниені қуалаған көңіл шұғыл. Аударып назарыңды жіберген соң, ісі жоқ мейлің сүрін, мейлің жығыл. Ізіңнен іздеп қуған ажал қонай, табады мейлің қашта, мейлің тығыл. Жетіқлым жетегіңде жүрген менен өлім қағы, мейлің қызар, мейлің құбыл. Дүниені дос тұтынсақ бос кетерміз, дәштін түп кәлем шәриф әхлі ұғыл. Өмірдің